Сәлем барлықтарыңызға. Бұл видеода ауыл мектептерінің оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың бірінші бастапқы кезеңі 9 сынып математика пәнінен келген сұрақтарды талдаймыз. Бірінші есеп: цифрлар әртүрлі екі таңбалы сандардың санын табыңыз дейді. Екі таңбалы сандар қай сандар, соларды қай саннан басталады, соларды жазып алайық. Екі таңбалы сандар 10-нан басталады. 10, 11, 12 тағы солай кете береді. 97, 98, 99. Барлығы неше екі таңбалы сан бар? Оларды анықтаудың бір жолы 1, 2, 3, 9-ға дейін, тағы 10, 11, 98, 99. Мына жерде 1-ден 99-ға дейін 99 сан бар. Бұл жерде бір таңбалы сандар да бар, екі таңбалы сандар да бар. Мына бір таңбалы сандарды алып тастасақ, мына 9 санды. Қалғандары екі таңбалы сан қалады екен. Мына 99 саннан 9 санды алып тастаймыз. Сонда 90 сан қалады. Екі таңбалы сандар саны 90 сан екен. Сол 90 санның ішінен енді бізге цифрлар әртүрлі болатындар керек. Мысалға 10 деген болады, 11 болмайды екен. Өйткені оның цифрлары бірдей болып қалды. 12 болады, 13 болады. Сол сияқты кете береді. 22 болмайды мысалға. 22 цифрлары бірдей. 33 болмайды екен. 44 алуға болмайды. Сол сияқты цифрлары бірдейлерді алуға болмайды екен. 99-да алуға болмайды. Енді сондай цифрлары бірдей сандар нешеу, соларды анықтауымыз керек. 11 бар, 22 бар, 33 бар. Дәл солай кете береді 99-ға дейін. Осындай сандар 9 сан бар екен. 9 сан бар. Барлық екі таңбалы сандар 90 сан. Солардың ішінен 9 санды азайтып тастасақ, цифрлар әртүрлі сандар қалады. Екі таңбалы сандар 90 сан, олардың ішінде 9-ы цифрлар бірдей сандар екен. Соларды алып тастасақ, цифрлар бірдей сандар қалмайды. Сонда цифрлар әртүрлі сандар қалады екен. Мына Б нұсқа дұрыс болады екен. Енді екінші тәсіл, екі таңбалы сандарды бұлай белгілеп алайық. Мына бірінші ондығы, мына бірлігі болсын. Бізде барлығы 10 цифра бар. 0-ден басталып 10 цифр бар. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 цифра бар. Солардың ішінен 0-ден басқа кез келгенін мына бірінші орынға қоя алады екенбіз. 9 санды. Мына барлығы 10 цифра. Солардың ішінен 0-ден басқа кез келгенін ондықтарға қоя алады екенбіз. Бірінші орынға қоя аламыз. Енді 9 сан деп қояйық. Ішіне жазсам да болады. Бір санды алып қойдық дейік. Мысалға 4-ті алып қойдық. Енді екінші бірліктеріне мына жерге 0-те қоюға болады. Бірақ тек қана мына 4-ті ала алмайды екенбіз. Өйткені цифрлар әртүрлі деп тұр. Тағы да екінші орынға 9 цифра қалды. Тағы да 9 цифраны қоюға болады екен. Сонда көбейту ережесі бойынша мына жерде ондықтарында 9 сан, бірліктерінде де 9 сан, барлығы 81 сан қоюға болады екен. Мына екінші тәсіл. Сау болыңыздар.